Қайырлы күн, Camry 55-тік көлікте чек жанып тұр. Біздің мақсатымыз чекті тексеріп беру. Чек дегенде антизанос қой. Міне мына сары белгі. Осы сары белгі кетпейді, круиз контролі қосылмайды. Және де өсіп шам жанып тұрады. Мынау енді судыкі, ол енді бізге екінші қажет емес, ол клиенттің өзі біледі. Проблема бізде чек vehicle stability control system. Короче, ABS-те ошибка бар дейді. Проблеманың барлығы развал ойдырғаннан кейін мына белгі жанып кеткен. Бұның основной проблемасы жаңағы рулевой шрифте датчик угла поворота болады. Сол жасамай тұр. Осының қатесін жөндейтін боламыз. Жаңағы антизаносымызды өшіру үшін біздер рулімізді шешеміз. Руль шешкеннен кейін зажигание ашамыз. Көрдіңіз ғой? Қазір диагностика түсіріп қараймыз, қандай положение. Основной бізде причинаның барлығы ол міне мына датчик қой. Осы датчик жасамай қалады. Содан кейін машина антизанос ABS-ке қойып кетеді. Осыны қазір оқытып келтіретін боламыз. Бұл датчик мына рульдің қасында тұрады. Мына көк фишка, мына көк фишкаге тұрады. Қазір оқытып кіріп көрейік. Міне мына датчикті мында қойдық. Осындай тұр. Қазір міне бізде антизанос сөніп тұр, көріп тұрсыңыз ғой. Жаңа жанып тұрады, зажигание ашық тұрған кезде. Бұны қалай білесің, айналып кеткенін деп сұрасаңыздар, мына жерінде міне көрсетіп тұр. 370 градус айналып кеткен, яғни бір оборот. Бұны жаймен айналдырамыз. Терістен былай айналдырамыз. Айналдырып атқан кезде жаймен түсіп жатыр. 0 положение болу керек, рульмен бірдей тұру керек деп тұр ғой. Бұны развал жасағанда айналып кеткен. Жаймен айналдырамыз. 0 градусқа қоямыз. Міне 0 градусқа түсірдік. Болды. Міне датчик енді осылай тұру керек негізі. Бізде осылай тұру керек. Енді крышкасын қатырып жинайтын боламыз. Мысал үшін былай айналдырып жібердік па? Кетіп қалды. 30 градусқа кетіп қалды. Енді қайтып келтіреміз. Опа. Не болды, келді. Не 0 градус. Руль ровно тұр деген сөз. Осы жасамаса круиз контроль жасамайды. Радар да жасамайды, БСМ да жасамайды, ПКС да жасамайды. Барлығы осы датчикке қарап тұрады. Болды, осылай обратный методпен жинаймыз и машинаны қыздырамыз. Мынақта антизанос жана ма, жанбай ма, соны көретін боламыз. Машинамызды қыздырдық. Ошибка ешқандай жоқ. Бұрақ бар, рульді. Ештеңе жоқ болды. Мен тек бір ғана ошибка бар. Ол жидкость аз деген ошибка. Басқасы бәрі кетті. Осылай, егер өздеріңіз істесеңіз деп жатыр, жаңа видео көрсеттім, жаңағындай диагностикамен қолданып білсеңіз, өздеріңіз ремонттасаңыз да болады. Ал жоқ, егер істей алмасаңдар, бізге хабарлассаңыздар болады, біз өзіміз келіп орнына келтіріп беретін боламыз. Осылай 55-тік Camry автокөлігіне жасап бердік. Бұл тек бұнымен ғана шектелмейміз. 70-тік болсын, 50 болсын, 55, 40 барлығыңыз жасайтын боламыз. Хабарласыңдар достар, рахмет.